Mаған біреу звондап жатыр. Менің дейді әке шешем бейнамаз дейді. Өзім дейді оранған кеншек қызбын дейді. Енді тұрмыс құрайын деп жатырмын, бірақ менің тұрмыс құруыма рұқсат бермей жатыр. Олардың разылығын алу шарт емес қоя дейді. Маған айтып жатыр. Мен айттым, неге шарт емес деп жатырмын? Яғни ол ашық айта алмай жатыр, ол мұсылман емес қой деп айтпақшы да ол маған. Мен айттым, неге деп жатырмын да? Олар намаз оқымайды, олар арақ ішеді дейді. Мен дейді бір намаз оқитын жігітке сол тұрмысқа шығайын десе маған рұқсат бермей жатыр дейді. Олардың разылығы керек емес қоя деп жатыр. Мен айттым, олардың разылығы керек емес, бақытсыз боламын десең. Бақытсыз боламын десең, бақытты боламын десең, ата-ананың разылығы шарт. Ата-ананың разылығы шарт, ағайындар. Мейлі он намаз оқымаған болсын. Бірақ соның намаз оқуына сізбен біз себепші болып қалсақ, қандай бақытты адамдардан боламыз? Бізде кешегі советтің дәуірден келген көпшілік ата-аналар намаз оқымайды. Бірақ соларға намаз оқып кету үшін сізбен біз перзент, біз жылап Аллахтан сұрайтын болсақ, тахаджуд намаздар жылап дұға қылатын болсақ, оларға Алла хидаят беру ештеңе емес. 5 уақыт намаз оқып кетеді. Бірақ кейбір түсініктелер бар, ол намаз оқымаса ол кафір, оның батасы керек емес, оның разылығы керек емес деген бұл жалған ақпараттар, бұлар дұрыс емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның алдына Абу Хурайра разиаллаху анху келіп жылады. Я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, менің анам сіз жайыңызда жаман әңгімелер айтады. Сізді жаман боқтайды деді. Сізді жаман қарғайды дегенде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам не деді? Абу Хурайра, анаңа дұға қыл деді. Дұрыс айтасың, сенің шешең кәпір, мүшрик, оны таста кет деген жоқ та. Абу Хурайра, анаңа дұға қыл деді. Бір күні Абу Хурайра разиаллаху анху пайғамбарымыздың алдына өкіріп жылап келді. Не болды Абу Хурайра? Я Расулаллах, анама дұға қылыңыз деді. Сіз білмейсіз менің анамды деді. Менің анам сізді сондай жаман боқтайды деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахым Абу Хурайра анасына хидаят бер деп дұға қылды. Мұна біздегі кейбір молдасымақтар кәпірлерге дұға қылынбайды дейді. Бірақ біздің ата-анамыз кәпір емес. Соны білейік. Біздің ата-анамыз намаз оқымағанымен олар мұсылман. Үйленген уақытында неке оқытқан. Өлетін болса жаназа. Жаназаға да барып тұрады. Мысалы да, дұрыс па? Оларды кәпір деп айта алмаймыз біз. Ал бұл Абу Хурайраның шешесі мүшрика болған. Пайғамбарымызды боқтаған, қарғаған адамда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахым Абу Хурайра анасына хидаят бер деп дұға қылды. Абу Хурайра үйіне барғысы келместен зорға үйіне барды. Сөйтіп есіктен кіре береді. Абу Хурайра тоқта деді. Мен ғұсыл қылып жатырмын деді. Ғұсылды жалғыз ғана мұсылман адам істейтін еді ол кезде. Қараңыз да. Абу Хурайра сонда бір қуанып кетті да. Анасы шықты да, Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад Расулуллах деді. Қараң, міне сол Абу Хурайраның сондай мінездерінен анасы мұсылман болған. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламның мүбарак дұғаларымен мұсылман болған. Бір күні Абу Хурайра разиаллаху анху үйіне келе жатыр еді. Анасы, Абу Хурайра дегенде, лаббай анажан деді де, өзі қорқып кетті өзінің даусынан. Мен өзімнің даусымды анамның даусынан көтеріп жібердім ғой деп, базарға барып 3 құлды сатып алып азат етіп жіберген. Себебі Аллах субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде ата-анаңызға үктемең деп қойған. Біз ата-аналарымыз көзімізден қорқытып жібереміз ғой, көзімізбен қорқытамыз. Ашуланып, есікті қағып жіберіп, мүлдем ақылымыз жоқ та біздің. Сөйтеміз де менің шешем намаз оқымайды, менің әкем намаз оқымайды деп тұрып сылтауратамыз. Біз шынымен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіне сай, макарымыл ахлақ, көркем мінездерменен уағыз қылатын болсақ, мәміле қылатын болсақ, иншалла біздің аналарымыз, әкелеріміз 5 уақыт намазға түсіп кетеді.